Ассалаумағалейкум, жиналған қауым. Бірінші мәселе бойынша, халық парламенті бойынша мен осы жердегі Маржан Аспандиярова ханымды өткендегі біздің конференцияда осындай ұсынысты жарқ еткізіп берген үшін мың алғысымды айтамын. Өткені мына сайлаудың қандай болып өткені туралы тоқталмай қояйын. Осы сайлауға байланысты қандай шаралар ұйымдастырамыз, қандай наразылық білдіреміз деген дүниені талқылап жатқан кезімізде осы бір ұсыныс бізге ойымызға үлкен түйткіл тастап, оны Рысбек ағамыз ары жалғастырып кетті. Міне енді бүгін соның алғашқы нәтижесін көріп отырмыз. Ауызбіршілікті әрдайым біз аңсадық, ауызбіршілікке бағыттарымызды қалай біріктіреміз деген түрлі амал тәсілдерді жасадық, бірақ нәтижесінде қанша жылғы еңбегіміз кеше қаңтар оқиғасымен аяқталды. Бұл сайлауға келген кезде сәл тынышталсаңыздар. Сәл тынышталайық. Мына жерде көптеген ұсыныстар болып жатыр, мен барлығын қолдаймын. Халық парламенті деген бұл күрестің бір түрі, өзімізді көрсету, халықты ұйымдастыра білу, нәтижелі жұмыстарды парламенттің қалай жұмыс істеу керек екенін көрсете білу, өте көптеген бұның ықпалы болады келешекте. Құдай қаласа бірге ауызбіршілікпен жұмыс істесек. Бірақ кешегі осы сайлаудың біз ұмытып кетеміз, жәндегі менің сакурсынегім оразалы референдум өткізу керек дейді, басқа да үлкен ұсыныстар болып жатыр, сайлау заңына өзгеріс енгізу керек дейді. Бірақ бұның бәрін біз кімге айтайын деп жатырмыз? Жәндегі Нұржан Алтаев мырза өте жақсы айтып кетті. Біз диктатор дейтін болсақ, Тоқаевқа біз не ақыл айтайын деп жатырмыз? Или Тоқаев болмаса сол бізді алдап, соншама институттары, қаражаттары бар біздің билік басындағы отырған азаматтарды сіздер ақымақ деп санайсыздар ма? Олар жеңді. Бірақ олар бір нәрсені ұмытып кетті. Бұлардың жеңісінің арты жағы кешегі қаңтарға қайттан баруы мүмкін. Біз кешегі осы сайлауға түсу мүмкіншілігін кеше қаңтар қырғынынан кейін ғана алдық. Мажоритарлық деген дүниені баяғыда айтып қаншама митингтерге шықтық. Біздің ақылымыз оларға керек болған жоқ. Біздің кешегі мүмкіндікті алғанымыз, кешегі 22 жылғы қаңтардағы төгілген жастарымыздың қаны арқылы біз сайлауға түсіп, билікті тағы да бір әшкереледі. Бұдан шығатын менің қорытындым, біздің билік, оның ішіндегі кеңесшісі Карин айтқандай, халықтың айтқанынан, басқасынан қорықпаймыз деп айтты. Нақты айтты. Қаңтарда қырып тастаған болатын болса, сайлауда аузымызды аңқитып тұрып, тек қана үміткерлердің емес, бүкіл халықтың, қазақтың үмітін ұрлады. Сондай ұры деп отыратын болсақ, ұрыларға не ақыл айтайын деп жатырмыз біз? Сондықтан әрине бұл жерде барлық жұмыстарды атқаруымыз керек, жазатын, соттасатын, дәлелдерді келтіретін дүниелерді, заңды дүниелердің барлығын жасауымыз керек. Бірақ біз халықты ертең қаңтар қырғынындай көшеге шығып кететін болса, халықтың наразылығын басқаратындай, халықтың наразылығын бір арынға түсіретіндей ұйым, осындай халық парламенті болуымыз керек. Одан кейін достар, мен қысқаша айтайын, республикалық қоғамдық бірлестік Мұхалмас ұйымы осы парламенттік мәжіліс мәслихат сайлауында үлкен жұмыс атқарды. Барлық Қазақстанның бүкіл аймақтары бойынша неше түрлі сайлаудың құйтырғы әрекеттерін көрдік, тіркедік. Оған жәндегі актілер толтырылып, оларға сотқа беріліп, ол жұмыстар жүргізіліп жатады.
Аға, кешірім өтінем, қатты кешірім өтінем, бірақ басқа адамдар сөйлеуге үлгермейді. Мен бітіріп жатырмын. Бірақ осының барлығына нәтижесін айтқан кезімізде қылмыс деп баға беруіміз керек. Қылмыскер жауапқа тартылу керек.